Түбір асты екі санын түбірден шығара аласың ба? Иә, деуің мүмкін, бірақ қиын. Мүмкін емес. Біз дәл қазір осы есептерді шығаратын боламыз. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз иррационал сандар мен нақты сандарды қарастыратын боламыз. Бұл математикадағы ең қызықты, өте өзекті тақырыптардың бірі. Қазіргі таңда, қазіргі уақытта 10 минуттың ішінде осы тақырыпты толықтай қамтып шығатын боламыз. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз математикадағы ең қызықты, өте мықты және де бізге өзекті тақырыптардың бірін қарастыратын боламыз. Ол тақырыбымыз қандай? Иррационал сандармен және де нақты сандарды бүгін қарастыратын боламыз. Егер де осы видеоны толықтай соңына дейін қарайтын болсаңыз, сіз соңына дейін түсінетін боламыз. Және де осы есептерді қиналмай шығаратын боласыз. Келтіріп кетейін. Жалпы иррационал сан мен рационал сандардың айырмашылығы қандай? Жалпы келетін болсақ, 1 бөлінген 2, иә? Біз бұны бөлшек түрінде келтіре алдық. Енді қараңыздар, түбір астында 2. Түбір асты 2 бұл егер де түбірден шығаратын болсақ, 1,41 ары қарайғы сандар, шексіздікке ұмтылған сандар шығып кете береді. Бірақ біз бұны шын мәнінде бөлшекке келтіре аламыз ба? Бірақ егер де осыны иррационал сандардан құтылатын болсақ, бөлшекке келетін сандар шығады. Ал келесі сіздерге мысал келтіретін болсам, мысалға 0,33 осылай кете берсін. Ал егер де осыны біз бөлшек түріне келтіретін болсақ, 1,3 болады. Ал бұл егер де осыны 1-ді 3-ке бөлетін болсақ, яғни осы мән шығады, бірақ шексіздікке ұмтылған, яғни таусылмайтын 0,333 таусылмайтын 3-тер шығып кететін болды. Жалпы 1 бөлінген 3 дегеніміз бұл рационал сандар. Ал жалпы иррационал сандар дегеніміз бұл қайталанбайтын шексіз сандар. Рационал сандар мен рационал сандарды біріктіретін болсақ, біз қандай мәндерді ала алатын боламыз? Ол нақты сандар. Нақты сандар дегеніміз не? Нақты сандар дегеніміз осы егер де мынау рационал сан болатын болса, міне рационал сан болатын болса, ал мынау қандай сан? Иррационал сан. Иә, оны өзіміз де білеміз. Егер де осы екеуінің қосындысы бізге нені береді? Бізге тақырып бойынша өзі айтып тұр, нақты сандарды беретін болады. Ал біз енді келесі оңай мысалдарымызға келетін болсақ, енді біз мынандай мысалдар қарастыратын боламыз. Жалпы бізге берілген нұсқаулар бойынша біз қазір рационал сандар мен иррационал сандардың айырмашылықтарын білетін боламыз. Енді қараңыздар, бізге мысалға түбір асты 2 және де 1 бөлінген 2, түбір асты 9, пи 0,33, түбір асты 5 және де -4, 7 бөлінген 8, түбір асты 16. Енді қараңыздар, жалпы түбір асты 2. Түбір асты 2 бұл иррационал сандарға жатады. Не үшін? Себебі иррационал сандарында егер де мынау түбір астынан шығатын болса 2, ол 1,14 ары қарай сандары шексіздікке ұмтылған сандар шығып кетеді. Басты айырмашылығымыз осы. Сонда бізде мынау иррационал сан болады екен. Ал келесі 1 бөлінген 2 ол өзімізде бізге де мәлім, ол рационал сан болады. Келесі бізде түбір асты 9-дан неше шығады? Ол әрине 3. Сонда бізде бұл рационал сан болады екен. Пи дегеніміз ол 3,4 сондай нақты шексіздікке ұмтылған сан мәні шығып кетеді. Сонда бұл иррационал сан шығып кетеді. 0,33 дегеніміз бұл егерде қатынасына алатын болсақ, бұл 1 бөлінген 3, яғни бөлшек ретінде жазатын болсақ, бұл яғни рационал сан болады екен. Ал келесі бізде түбір асты 5. Түбір асты 5 дегеніміз ол, егерде түбір астын 5-тен шығатын болсақ, ол да шексіздікке ұмтылған сан шығады. Сонда бізде бұл қандай сан? Иррационал сан болады екен, Ал -4 дегеніміз ол мәлім рационал сан. Келесі 7 бөлінген 8 бұл да рационал сан. Ал түбір асты 16 дегеніміз, түбір асты 16, яғни ол түбір асты 16-дан 4 шығады. Сонда бізде бұл рационал
сан болады екен, иә. Келесі біз өте қызықты мысалымызға көшетін боламыз, яғни ол түбірлер. Түбірлер дегеніміз не? Түбірлер дегеніміз мысалы бірден қарастырып өтейін, иә. Мысалы 4. 4-тен түбірасты неше шығады? Яғни бұл 2-нің 2-ге көбейтіндісі бұл 4 деген сөз. Яғни сонда түбірасты шығаратын болсақ, сонда жауабы 2 болады екен. Келесіне көшіп кете берейік. Келесі түбірасты 9, бұл әрине нештің көбейтіндісі? 3 пен 3-тің көбейтіндісі. Сонда жауабымыз 3 болады екен, иә. Келесі бізде 3-тен кейін 16. 16, яғни 4 пен 4-тің көбейтіндісі. Сонда бұл 16-ны береді. Ал түбірден сонда 4 шығады екен. Келесі бізде 25. 25 дегеніміз 5 көбейтінді 5. Яғни бұл 25 береді. Сонда түбір асты неше шығады екен? 5 шығады екен. Келесі дәл осылай жалғастырып кете берейік бірден. Енді бізде 5-тен кейін 6, 6, 36, дұрыс па? Енді түбір асты тең 6-ға 6-ны көбейтсек 36 шығады. Сонда түбір астынан 6 шығады екен. Енді одан кейін бізде 49. 49-дан, яғни 49 дегеніміз ол 7 мен 7-нің көбейтіндісі. Сонда түбір астынан 7 шығады екен. Енді келесісі, яғни 7-тен кейін бізде 8. 8-нің несі 64. 64, яғни түбір астынан, яғни бұл нешінің көбейтіндісі? 8 мен 8-нің көбейтіндісі. Сонда 8 мен 8-нің көбейтіндісі бұл бізде 64-ті береді. Одан соң бізде 81 дегеніміз, яғни 9 мен 9-дың көбейтіндісі. Яғни түбірден шығатын болса, бұл нешті береді? 9. Мынау сан мәні 8. Ал ең соңғы мәнге келетін болсақ, 100-ді алайық. 100 дегеніміз 10 мен 10-ның көбейтіндісі. Сонда түбірден 10 шығады екен. Ал біз келесі есебімізге көшетін боламыз. Яғни оңайынан бастадық, енді біз күрделісіне көше бастайтын боламыз. Енді жалпы мына сандардың рационал сандар мен иррационал сандарды білетін боламыз. Ең алдымен бірінші мысалымызға келейік. Түбір асты 3 қосылған 2. Біріншісі ол иррационал сан, екіншісі қандай сан? Рационал сан. Екеуінің қосындысы нені береді? Иррационал сан береді. Сонда мынау нені береді? Иррационал сан болады екен. Келесі 5 азайтылған түбір асты 2. Яғни жаңа айттық біз, егерде мына негізі екеуі де бізде қандай сандарды береді? Иррационал сандарды береді. Ал келесі бізде әрине бізде түбір асты 4 дегеніміз ол 2-нің 2-ге көбейтіндісі. Сонда бізде, бірақ жаңа біз басында айттық, рационал сандар мен иррационал сандардың қосындысы бізге әрине иррационал сандарды береді. Сонда бұл да бізде иррационал сандар болады екен. Ал 4-ші есебімізге келетін болсақ, жалпы 4-ші есебімізде 3 көбейтілген түбір асты 2. Жалпы түбір асты 2 дегеніміз бұл 1,4, яғни шексіздікке ұмтылған сан. Яғни бұл иррационал сан болады екен. Бізде иррационал сандар тіптен көбейіп кетті. Біз келесі есебімізге көшейік. Міне. Мына жерде бір мән шығатын секілді. Жалпы түбір асты 9 дегеніміз, қандай еді? 3 көбейтілген 3-тің көбейтіндісі, яғни 9 береді. Сонда түбір астынан неше шығады екен? Жауап мәні, яғни 3. Яғни 3-ке қосасың 1-ді, яғни 4. Міне. Бұл рационал сан болады екен. Келесі, жалпы түбір асты 7, азайтылған түбір асты 7. Түбір асты 7-нен неше шығады екен? Ол яғни иррационал сан, бірақ бір-бірінен азайтылған кезде екеуі де бірдей сан мәндері, сол кезде ол 0 болып кетеді әрине. Ал келесі есебімізге көшейік. Жалпы түбір асты 7 дегеніміз ол әрине иррационал сандар, бірақ егер де түбір астынан шығаратын болсақ, іске ұмтылған сан шығады тағы да, бірақ сан мәндері бірдей. Сонда бір-біріне азайтатын болсақ, ол әрине 0 шығады. Ал 0 дегеніміз бұл рационал санға жататын болады. Келесі түбір асты 3 көбейтілген 2. Жалпы түбір асты 3 дегеніміз ол иррационал сан, бірақ көбейтіп тұрмыз 2-ні. Бірақ екеуінде көбейтетін болсақ, шын мәнінде иррационал сан шығады екен. Келесі есебіміз,
Жалпы түбір асты 5 қосылған түбір асты 6. Түбір асты 5-тен де және түбір асты 6-дан да бізде қандай сандар шығады? Ол иррационалдыққа ұмтылған сан шығады екен. Сонда бұл да иррационал сан болады. Ал соңғы мысалымызға келетін болсақ, жалпы 10 қосылған түбір асты 1. 10 дегеніміз білеміз, рационал сан екен. Ал түбір асты 1 ше. Түбір асты 1-ден неше шығады? Яғни түбір асты 1-ден, яғни түбірден шығаратын болсақ, әрине ол сонда 10 қосылған неше? 1 болады екен. Сонда жауабымыз 11. Бұл әрине рационал сан болады екен. Сонда қарайтын болсақ, иррационал сан неше болды? Ал енді біз ең күрделі жеріне келдік. Мысалдардың қарастыратын боламыз мысалдарды. Енді бірінші есебімізге көшейік. Жалпы түбір асты 9 қосылған түбір асты 16. Және келесі есебімізге көшейік. Түбір асты 2 қосылған түбір асты 3. Бұл әрине өзімізге де белгілі. Бұл иррационал сан болады. Ал келесісі бізде 2 түбір асты 2 қосылған 2 көбейтілген түбір асты 3. Екеуінің қосындылары 2 түбір асты неше? 5 болады. Бұл сонда иррационал сан болады. Ал түбір асты 8, яғни бұл нештің көбейтіндісі деген сұрақ. Жалпы бұл 2 мен 4-тің көбейтіндісі. Сонда 4 егерде түбірден келтіріп шығаратын болсақ, ол 2. Сонда түбірден шығаратын болсақ, 2 түбір асты 2 болады. Бұл да сонда иррационал сан. Түсінікті, барлығына. Жалпы енді түбір асты 12-ге келетін болсақ, бұл нештің көбейтіндісі? 3 пен 4-тің көбейтіндісі. 4 түбірден 2 болып шығады. Сонда бұл 2 түбір асты 3 болады. Енді біз 18-ге түбір асты 18-ге келетін болсақ, бұл әрине 2 мен 9-дың көбейтіндісі. Бұл 9 әрине түбірден 3 болып шығады. Сонда 3 түбір асты 2. Бұл да иррационал сан. Енді түбір асты 20-ға келетін болсақ, 7-ші есебіміз. Түбір асты 20 бұл нештің көбейтіндісі? 4 пен 5-тің көбейтіндісі. Біз асты 4-тен неше шығады? Яғни 4 дегеніміз бұл 2 мен 2-нің көбейтіндісі. Сонда 2 түбір асты 5, яғни 5 ол түбірден, яғни шексіздікке ұмтылған сандар шығып кетеді. Сонда бұл 5-тің өзі қалып кетеді. Сонда бұл да иррационал сан болады екен. Енді соңғы есебімізге келетін болсақ, 8-ші есебіміз түбір асты 50. Түбір асты 50 дегеніміз бұл нештің көбейтіндісі. Сонда бұл 50 25 пен 2-нің көбейтіндісі. 25 дегеніміз бұл нештің көбейтіндісі? 5 пен 5-тің көбейтіндісі. 25 береді. Сонда түбірден 5 болып шығады. 2 түбірден шығаратын болса, ол 2 ұмтылған сан шығады. Сонда 2 түбірде қалып кетеді. Сонда иррационал санның өзі болады. Сонда 8-дің біреуі ғана рационал сан, ол бастапқы біреуі ғана, ал қалған 7-еуі барлығы иррационал сан болады екен. Барлығымызға түсінікті болған шығар. Осымен сабағымыз аяқталды. Егерде біз бүгін математикадағы ең қызықты иррационал сандар мен рационал сандардың айырмашылығы туралы білдік, және де нақты сандар қандай екенін білдік. Және де егерде осы сабағымыз сіздерге ұнаған болса, осы видеоны толықтай қараған болсаңыз, пікір қалдырып және де лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді жазып қалдырыңыз, және де бізге каналымызға тіркеліңіз. Келесі сабақта кездескенше.